Шайх Махмуд Шалтут 1920 жылы өзінің кітабында былай дейді. Рух бар ма, жоқ па дейді. Сөйтеді да, рух бар дейді жауап беріп. Енді бар болса қалай деп тағы сұрау қояды. Сөйтеді де, оның мәтінін арабшалап айта бастайды. Аннал рух тахруджу мин баданил инсан фаякунул маут. Бірінші, рух адамның денесінен шыққаннан кейін өліп болып қалады дейді. Екінші, иннаха тапқа ла тизидрак. Ол рух сезімтал болып қалады дейді. Үшіншісі, тасма ассалам алейха. Оған берген сәлемді естетін болып қалады. Төртіншісі, тариф ман язур қабір сахибі. Кім қабырына барып сыпырып, Құран оқып, неғыса бәрін көретін болып қалады дейді. Ал енді қазір Насыр ағамыз бізді көріп те тұр, сезіп те тұр, біліп те тұр. Бірақ ол басқа дүниеде, біз басқа дүниедеміз. Ол бізге айта алмайды. Жақсы өткізіп атсындар, жаман өткізіп атсындар деп айта алмайды. Бірақ рух риза болып тұрады. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам хадисі бар. Ал-аруаху джунудун мужаннадатун. Аруақтар әскери қызметке шақырылған жауынгерге ұқсайды дейді. Әскердегі жүрген адамға түн жарымда шырт ұйқыда жатқанда тұруға бұйрық берсе қарғып тұрады. Таңғы шырын ұйқыда жатса да бұйырса қарғып тұрады. Рухтарда құдды сондай біліп, барлық уақытты сезіп біліп тұрады деген сөз. Ал енді бұл Құранда бар ма дегенде бар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ясалунака анил рух. Құл ал-руху мин амри рабби ва ма утиту мин илми илля қалила дейді. Ей Мұхаммед, сенен адамдар сұрайды рух турасында. Рухтың сырын, рухтың ісін бір Алла біледі де. Ғылым әлі дәлелдеген жоқ, болашақта дәлелдей жатар. Осымен сөзімді қысқарттым.